Ертеде орманның тереңінде піл мен маймыл тату-тәтті дос болып өмір сүріпті. Екеуі күнде бірге ойнап, бірге серуендеп, бір-біріне көмектесіп жүреді екен. Сөйтіп, екеуі кім мықты екенін анықтамақ болып, кішкентай ғана тартысқа түсіпті. Досым, жүр ойнап қайтайық. Жарайды досым, кеттік алға. Маймыл, сен білесің бе, менің күшім өте көп. Мен мықтымын. Менің бойым таудай, күшім де көп. Ашулансам бар ғой, кез келген ағашты қопарып тастаймын. Жоқ, мен күштімін. Иә, мен өте шапшаңмын, жылдаммын. Иә, сенің қимылдарың өте жылдам. Ағашқа да жеңіл өрмелеп шыға аламын. Көрсетші, мен қарап тұрайын. Піл, мен сенен қарағанда мықтымын. Мен өте шапшаңмын. Бірақ сенің күшің аз. Жоқ, мен мықтымын. Мен сияқты күшің көп емес. Сенен күштімін. Сенен қарағанда мен мықтымын. Жүр, одан да орман ақылгөйікіден барып сұраймыз. Иә, дұрыс айтасың. Ол бізге көмектеседі. Жолға шығайық. Иә, мен дайынмын. Ассалаумалейкум аға, қалайсыз? Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар? Келіңдер, не мәселелерің бар? Біз кім күшті екенін анықтай алмай жатырмыз. Менің күшім көп, сабырлымын, денемде үлкен. Ал мен өте шапшаңмын, талға өте тез әрі жылдам шығамын, деді. Екеуіңнің де айтып жатқандарың орынды. Алайда мен кім мықты екенін анықтау үшін сендерге бір тапсырмам бар. Жарайды, ол қандай тапсырма? Орманның ортасындағы өзеннің арғы шетінде үлкен банан ағашы өседі. Содан кім бірінші барып банан алып келеді? Сол мықты. Жарайды, онда біз жолға шығайық. Мына жерден қалай өтеміз? Мен судан қорқамын. Қорықпа, мен көмектесемін. Рахмет досым. Енді қорықпа, мен сені алып өтемін. Жарайды. Мінекей банан ағашы. Енді бананды қалай аламыз? Уайымдама, мен қазір өрмелеп шығып алып. Мен бананды алдым. Ура, қандай керемет! Міне саған, рахмет, дәмді. Міне досым, жартысы сенікі, ал қалғаны менікі. Рахмет саған досым. Біз қуаныштымыз. Иә, мен де қуаныштымын. Банандарды қолымда ұстап, үйге қайтамыз. Иә, үйге қайтайық. Бірге қуанып, үйге қайтамыз. Охо, әне тапсырманы орындап келіпсіңдер. Кім алды бұл бананды? Бананды алуға маған піл көмектесті. Егерде піл болмаса, мен өзеннен өте алмас едім. Әне көрдіңдер ме? Сендер бананды алу жолында бірге күрестіңдер, бірге жеттіңдер. Сендердің күштерің бірлікте. Егерде сендер бір-бірлеріңе көмектеспегенде, бұл бананға жете алмас едіңдер. Күш пен шапшаңдық бірлескенде, ол үлкен күшке айналады. Дұрыс, күшіміз бірлікте екен. Иә, бірлікте күш бар. Рахмет сізге аға. Біз енді өз жолымызбен кете берейік. Сау болыңыз. Мінекей бүгінгі ертегіміз соңына жетті. Біздің күшіміз, біздің бірлігіміз. Балақай ұнаса, лайк басып тіркеліп кетті.